Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Есім Ерлан Арын. Бұл YouTube желісіндегі ең алғашқы қазақ тілінде техника талдау арнасы. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, қолдауды ұмытпаңыз. Бүгінгі бізде тақырыптағы МТЗ 892.2 деген тракторіне шолу жасаймыз. Айта кететін 892.2 дегеніміз ол алдыңғы мосты күшейтілген балка деп білдіреді. Міне көріп отырғаныңыздай күшейтілген мост. Ал 8 ол берліс қорабының механикалық түрде келетін айтады. Ал мына жерде 9 болып келсе, 952 тағы басқа 9-дан келсе, оның коробкасы берліс қорабы синхронды түрде келеді. Жақынырақ таныссақ трактормен. Қозғалтқышы D245-5 үлгісі аталады. 245-5. Қуаты 65 киловатт, 89 атты күші бар турбинамен. Енді біліктің номиналды жылдамдығы минутына 1800 айналым жасайды. Цилиндр саны 4, жұмыс көлемі 4,75 литр объемы. Максималды айналу моменті 397 кешіріңіз, ньютон метр. Жанармай багының сыйымдылығы 130, 82-де бірдей. Енді жанармайдың меншікті шығыны 235 грамм киловатт сағатына болып табылады. Трансмиссиясына келсек, муфтасы құрғақ, бір дискілі механикалық басқаруы. Берліс қорабы 18 алға, 4 артқа. Қуатты іріктеу билігінің басқаруы механикалық. 540 обороттан 1000 оборотқа дейін стандарт. Енді осы гидронавес жүйесіне келетін болсақ, жүк көтеру қабілеті 3200 кг. Максималды қысым гидро жүйесіндегі 20 мегапаскаль. Гидро сорғының өнімділігі 45 литр минутына шығарады. Сыйымдылығы 25 литр. Гидравликалық майының. Доңғалақтың формуласы 4-4, 2 мост жасайды. Енді оның доңғалақ өлшемдеріне келетін болсақ, артқы диаметрі 34, алдыңғысы 24. Бел шиналары енді сапалы болып келеді. Салонына өтіп, салонда бір қарап шығайық. Енді МТЗ-ні өзіңіз білесіз енді. Джон Дир емес, класс емес, еуропалық техника емес. 60 жыл бұрын қалай шығарды, солай шығарып жатыр.
панель, приборный панель дейді ғой орысша. Жаңа үлгіде. Мынау күннің көзінен қорғау үшін өз-өзіңді тәне көрсетейін. Мұнда 3 выход бар. 3 гидровыход бар. Осы трактормен культиваторды, борнаны, соқаны, сондай агрегаттармен жұмыс істей береді. Мұнда тағы да осындай магнитолаға арналған орын. Шамы бар. Бүлігі бар. Мына жерде аптечка болу керек. Бір жерде жатқан шығар. Рычагтарын танысып аламыздар. Рычагы бар. Мынау трактор немен жақсы? Алдыңғы мосты балка болғандықтан, күшейтілген болдықтан, оған кунның 1600 килограммға дейін көтеретін күнділігі болады. Бұл өте жақсы артықшылық. Ағайын, сұрақтарыңыз болса, пікірлер қалдыратын жерге сұрақтарыңызды қалдырып кетіңіз. Телефон нөмірім пікірлер қалдыратын жерде болады. Трактордың бағасы 13 миллион 430 мың лизингіге Қазақстан бойынша, ал қолма-қол ақшаға 13 миллион 330 мың. Субсидиясы негізі 25% болған, бірақ бірінші ақпаннан 15% қыламыз деген, бірақ ол хабар әлі нақтылалған жоқ. Әлі күнге дейін 25% деп жүрміз. Бірақ 15%-ға түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан алатын адамдар алып алыңыз, 25% субсидияларыңызға алып алыңыз, үлгеріңіз. Менің есімім Ерлан Нарын. Бұл YouTube арнасындағы ең алғашқы қазақ тіліндегі техника талдау арнасы. Сондықтан осы арнаға тіркеліп, лайк басып, достарыңызға жіберіп, қолдап отырыңыздар ағайын. Басымыз аман, еліміз тыныш, тіліміз бүтін болсын. Сау саламатта болыңыздар.